Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге ерекше дәмді әрі жасалу өте оңай жұп-жұмсақ балықтың жасалу жолын көрсетемін. Бүгін бір ғана түрін көрсетем. Қалған видеоларда балықты клеармен қуыру деген сияқты басқаша видеоларын көрсететін боламын. Ал енді мұқият қарап отырыңыздар. Бізде мұнда балық, бізге керек заттарды айтып өтейін. Балық, лимон, қара бұрыш, тұз, сосын бір жұмыртқа и ұн қажет болады. Мұнда менде ұн алдында балық қуырғаннан қалғаны ысырап болмасын деп бүгін қолданып жатырмын. Енді балықтың барлығында тура боламыз. Балықтарды өзіңізге ұнайтындай қылып кесіп аласыздар. Мына бір балықты екіге бөлейін мен. Осы рецептпен жасап көріңіздер, баршаңызға шығады, әрі дәмді болады. Мына жалпы балық алдында тұздалған, бұрыш себілген. Мен сондықтан азғантай ғана қосам. Бұрыштарды сіздерге көрсету үшін ғана түсіріп жатырмын. Сіздер де білсінші, үйренсінші деп. Сондықтан менің каналым жаңадан ашылғандықтан мені қолдап отырыңыздар. Алдағы видеоларда күшті рецептермен бөлісіп отырамын сіздермен. Жеңіл, үйде бар заттармен жасалынатын тәттілердің рецептілерімен, тамақтардың рецептісімен бөлісіп отырамын. Если сізде балықтарыңыз көп болса, 2 жұмыртқа қоссаңыздар болады. Менде балық аз болғандықтан осындай бір жұмыртқа қолданып жатырмын. Міне енді балығымызды турап алдық. Енді үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін бұрыш себеміз. Қара бұрыш. Кімге қалай тәттірек, солай да жасаңыздар. Енді тұз. Мен азғантай ғана қосайын тұзды, себебі бұл тұздалған балық. Енді үстіне лимонды сығамыз. Міне қараңыздар. Лимонды осылай екіге бөліп, осындай суын балыққа қосамыз. Лимонның дәмі кәдімгідей күшті шығады тамақтан. Сіз мына лимонды морозилкаға қатырып қойып, 40 минут өткізіп, любой тамаққа қоссаңыздар болады. Тамақтарыңыз дәмді болады. Осы жетіп қалады. Енді осыларды араластырамыз қолымызбен. Иісі енді күшті болып шығып жатыр. Піспесе де әлі балығымыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Достар, өтініш, менің парақшама тіркеліп, подписация батырмасын басып қойыңыздаршы. Мен сіздердің подпискаларыңыздан әрбір қосылып жатырған оқырмандарым үшін қатты қуанамын. Енді бізге май қуыратын ыдысымызды отқа қойып қыздырып аламыз. Балығымызды қуырмастан алдын осыларды ұнға батырып аламыз, аунатып. Қараңыздар. Осылай қатты басып барлық шетіне ұн тигізіп, кастренді майымыз қызған соң қуырып аламыз. Бұйырса Алла қаласа. Содан кейін тәтті дәмді балығымызды жейміз. Майымды қыздырып қойдым. Енді осыларды қуырып аламыз. Міне менің табам қызып жатыр. Астын жаймен де қатты да қоя болмайды, орташа қылып қойыңыздар. Осылай қуырып аламыз, екі шетін қызартып.
Балықтарымыз піскенше үстіне турайтын жуаларымызды кесе алайық. Осылай жұқалап турасаңыздар әдемі көрінеді. Мінекей осылай турап алдым. Енді қазір үстіне себемін. Осылай керемет болып қуырылып жатыр. Мен осылай ыдысымның астына салфетка қойдым, майын тартып алу үшін. Қараңыздар, күшті болып қызарып қуырылды. Енді қалғандарын қуырам. Міне достар, біздің балығымыз пісті. Енді үстіне жуамызды себеп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Қараңыздар, осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды әрі бір жасағаннан шығады. Менен болғандарыңызға рахмет. Менің каналымды қолдап подписать етіп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздер үшін әлі көптеген видеоларды түсіріп бөлісетін боламын. Қараңыздар, әрі аппетитный болып шықты. Бөліп көрсетейін ортасын. Қазір. Неке. Іші барлығы да пісті. Әрі сочный болып. Неке. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар.